Сәлем барлықтарыңызға. Біз бүгін мынандай подошва тоқып үйренеміз. Яғни бұл пинетканың табаны. Бұл табанды кез келген пинеткаға, кроссовкиға, кедыға, сапожкиға барлығына қолдана беруге болады. Дәл осы подошва 12,5 сантиметр. 12,5 сантиметр бұл ровно бір жасқа сәйкес келеді. Және де бұл сіздердің типтеріңіздің қалыңдығына қарай өзгеруі мүмкін. Бірақ оның размерін келтіру үшін есептеп кез келген размерде тоқи беруге болады. Сонымен бастайық. Мен иран жіпті 2 қабаттап алдым. Және де бұл 2 қабат жіпке номер 3 крючокты қолданамын. Бастаймыз. Ең алдымен жіпті орап воздушный петля тереміз. Және де 15 воздушный петля теріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 воздушный петля теріп алдық. Енді ары қарай тоқимыз. Ең соңғы петляны белгілеп ұстап тұрамыз, және де 3 воздушный петля тереміз. Бұл келесі қатарға өту үшін бір столбик с накидом. Столбикті заменить етеді. Енді 4-ші воздушный петляға столбик с накидом тоқимыз. Келесі воздушный петляларға 5 столбик с накидом тоқып шығамыз. Біріншісіне мінекей. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. И бесеу. Алғашқы екеуден бөлек 5 столбик с накидом тоқыдық. Енді ары қарай 3 полу столбик тоқып шығамыз. 2, 2 и 3. 3 полу столбик тоқыдық. Енді тағы да 5 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4 и 5. Бізде мынандай қатар шығады. Енді ең соңғы воздушный петляға біз 6 столбик без накида тоқимыз. 1, 2,
3 4 5 и 6. Мінекей. 6 тоқып шықтық. Енді мына қатарды тоқып шығамыз. Бұл қатарды дәл мынаған қарама-қарсы симметриялық әдіспен тоқып шығамыз. Яғни столбик без накиданың қатарына 5 столбик без накида, одан кейін 3 полустолбик и 5 столбик с накидом тоқып шығамыз. Ал мынау жіптің ұшын тоқу барысында осының ішіне жасырып отырамыз. Мінекей, мен тоқып шықтым. Столбик без накиданың қарама-қарсысына столбик без накида, 5 столбик без накида, 3 полустолбик и 5 столбик с накидом тоқып шықтым. Енді дәл мына жердегідей мына жерге де прибавка жасаймыз. Бізде уже 2 столбик бар, яғни енді 4 столбик с накидом тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, мінекей, мына екеуімен 6. Енді қатарды жабамыз. Біз ең алғашқы терген 3 воздушный петляның үшіншісіне соединительный столбик жасаймыз. Мінекей, қатарымыз бітті. Егер сіз басқа размерде тоқитын болсаңыз, дәл осы жерден өзгертесіз. Мына жерде біз екі жағына прибавкаға 2 петля тердік, воздушный петля. Ал ортасында 5 столбик без накида, 3 полустолбик, 5 столбик с накидом. Дәл осы жерден өзгертесіз. Яғни сізге бұл кішкентай болып, бұдан үлкен размер керек болса, сіз мына жерге 5 емес, 6-6-дан істеуге болады. 6 и 3. Одан да үлкен керек болса, 6 и 4 жасауға болады мына жерге. Солай үлкейте беруіңізге болады. Енді екінші қатарға көшеміз. Екінші қатарға көшу үшін бізге 3 воздушный петля керек. 2, 3. Бұл бір столбикті заменить етеді. Және дәл осы жерге тағы бір столбик тоқимыз. Мінекей. Бір столбиктің үстінен 2 столбик тоқыдық. Келесі столбикқа да солай жасаймыз. Бір столбиктің үстінен 2 столбик тоқимыз. Мінекей. Яғни мына жердегі 6 столбик с накидымның үстіне 12 столбик с накидым тоқып шығамыз. Ал мына қатарды ешқандай прибавкасыз, ешқандай убавкасыз бір столбиктің үстінен бір столбик тоқып шығамыз. Мына жерге дейін. Мінекей, ешқандай прибавкасыз, ешқандай убавкасыз толық қатарды тоқып шықтық. Енді бізде мына бұрыштағы 6 столбик қалды. Біз бұл жағында 6 прибавка жасамаймыз, 4 қана прибавка жасаймыз. Бірінші столбикті бір столбик тоқимыз. Енді ортасындағы 4 столбикқа 8 столбик тоқып шығамыз.
әр столбикқа 2 столбиктен тоқимыз. 1 2 1 2 мінекей. Дәл осылай тағы да 2 прибавка жасаймыз. 2 прибавкадан кейін мына қатарды ешқандай прибавкасыз тоқып шығамыз. Мына жерге дейін. Сосын соңғы 4 столбикқа прибавка жасаймыз. 8 столбик шығады сонда. 4 прибавка жасаймыз мына бұрыштан. Және соединительный столбикпен қатарды жабамыз. Мінекей, мен қатарды аяқтадым. Бізде мынау кішкентай жағында 4 прибавка, ал мынау үлкен жағында 6 прибавка болды. Енді біз үшінші қатарға өтеміз. Үшінші қатарда да прибавка жасаймыз. 1 2 3 воздушный петля тердік, және тағы да дәл осы петляға тағы бір столбик с накидом тоқимыз. Енді келесі столбикке бір столбик тоқимыз. Енді келесі столбикке 2 тоқимыз. Біреуіне 2, біреуіне 1, біреуіне 2. Осылай чередовать еттік. Енді қатардың аяқ жағына дейін ешқандай прибавкасыз тоқып шығамыз. Және бізде мына жерден дәл ортасынан санаған кезде 5 столбик қалу керек. Мінекей, дәл ортасы мына жер. И 1 2 3 4 5 қалу керек. И біз мына жерге дейін тоқып шығамыз. Екеумен тоқып шықтым. Бізде мына жақта ортасына дейін 5 столбик қалды. 1 2 3 4 5. Осы 5-ші столбикке прибавка жасаймыз. Яғни бір столбикқа 2 столбик тоқып шығамыз. 1 и 2. Сосын келесіге бір столбик. Және келесіге 2. И келесіге бір столбик. Мінекей, бізде дәл ортасына дейін бір столбик қалды. Осы столбикқа біз бір столбиктің үстінен 3 столбик тоқимыз. Мінекей, 1 2 и 3. Мінекей, 3. Мына жерге 5-еуге 3 1 2 1 2. Енді осы прибавканы мына жаққа, қарама-қарсы жаққа орналастырамыз. Яғни тура келесі петляға 3 столбик тоқимыз. Кейінгісіне 1 столбик, кейінгіге 2, кейінгіге 1, қайтадан 2. Осымен төмен жақтың прибавкасы бітеді. Тоқиық. Так, 3 столбик тоқимыз бір столбикке. 1 2 и 3.
Келесіге біреу. Келесіге екеу. Келесіге біреу. Келесіне екеу. Және осымен бітеді. Бұл жақтың прибавкасы бітеді. Енді ешқандай прибавкасыз мына прибавкаға дейін тоқимыз. Мына жердегі бізде прибавка бар ғой. Осы жерге дейін тоқимыз. Мына жерге дейін. Мінекей тоқып шықтым. Және де бізде соңғы қатарлар. Біз өткен қатардың прибавкасының үстіне келдік. Біріншісіне бір столбик тоқимыз. Мінекей. Енді екіншісіне екі столбик тоқимыз. Тура жаңағы прибавка сияқты екі столбик және бір столбик тоқимыз. Мінекей бір столбик тоқыдым. Екі столбик, бір столбик. Енді тағы да екі столбик. Прибавка яғни. Бір и екі, я. Енді бізде дәл ортада 4 столбик қалды. Оның екі жағына бір столбиктен тоқимыз, және дәл ортадағы екеуге 3 столбиктен тоқып шығамыз. Оппа. Бұл табан өте тығыз тоқылу керек. Яғни дәл ортадағы екеуге 3 столбиктен тоқимыз, я? Мінекей бір, екі и үш. Енді тағы да үш. Бір, екі, тук. Екеу, яғни үшіншісі, я? Және де мына жерге бір столбик. Сонда мына жерде екі, бір, екі. Және қатарды жауып, жіпті қиямыз. Мінекей. Ең соңғы қатар жапқан кезде бір воздушный петлямен жабамыз. Мінекей. Біздің подошвамыз, табанымыз дайын. Мінекей. Сіздерде тоқыған кезде дәл осылай екі табанды қатар тоқыңыздар. Себебі бір табанды тоқып, ол аяқ киімді аяқтаған кезде екінші табан дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан бір аяқ киім тоқыған кезде сразу екі парын қатар тоқып отырыңыздар.